Асқазан жарасы асқазан қабырғаларында ойықты жаралардың пайда болуы. Бұл созымалы рецидивті патологиялық ауру. Бұны тудыратын хелокобактерияның мөлшерден тыс көбейіп асқазанды зақымдауы. Асқазан ойық жарасының пайда болу себептері: көп жыл бойы темекі шегетін, алкоголь ішетін, сигар мен кальян шегетіндер, қатты ыстық немесе суық тамақты қолданатындар, жиі күйзеліске ұшырайтындар, ащы тамақтарды, маринадтарды, тәттілерді, қышқылдарды сүйетіндер, бір сөзбен айтқанда тамақтану тәртібін дұрыс ұстанбайтын адамдарда асқазан ойық жарасы жиі кездеседі екен. Сонымен қатар созылмалы ауруларды емдеу мақсатында да көп мөлшерде дәрі қабылдағаннан кейін асқазан ойық жарасы пайда болады. Асқазан ойық жарасының белгілері бұл асқазанды күйдіріп және тесіп ауырсынуы, жүрек айну, құсу, тәбеттің төмендеуі, салмақ жоғалту, ісіну, іш кебу, жиі ашығу, тамақтанған соң пайда болатын асқазандағы ауырлық сезім, ас қорытудың бұзылуы. Ал үй жағдайында асқазанды қалай емдеу керек? Ең алдымен шылымнан бас тартыңыз. Никотин асқазанның жауы. Шылым асқазан жарасының пайда болуына тікелей әсер етеді. Сондай-ақ ішімдіктің де зиянды екенін естен шығармаңыз. Достар, халық емін айтпас бұрын каналыма тіркеліп маған қолдау көрсетіп кетсеңіздер. Асқазан жарасы үшін таптырмас емдердің бірі бұл бөдене жұмыртқасы. Ол үшін таңертеңгісін аш қарынға бір бөдене жұмыртқасын шекедей ішу. Жұмыртқаны ішер алдында оның саулығына және сыртының таза екендігіне көз жеткізіңіз. Екінші, бал және жылы су. Балдың құрамында глюкоза-оксидаза деген фермент бар. Ол асқазан жарасына алып келетін бактериямен күреседі. Балдың құнарлы құрамының арқасында асқазандағы күйдіру сезімін басады. Бізге қажет 1 стакан жылы су, 2 ас қасық бал. Жақсылап араластырып, таңертең аш қарынға ішеді. Емді 2 апта жалғастыру қажет. Үшінші, картоп пен бананнан сусын. Бізге қажет 1 орта мөлшердегі картоп, 1 жасыл банан, жарты стакан су. Картопты жуып тазалап, бірнеше бөлікке бөліп, блендер көмегімен еземіз. Сосын жасыл бананды және жарты стакан суымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Бұл қоспаны таңғы асқа дейін 30 минут бұрын ішу керек. Осылайша жара жазылғанша жалғастырамыз. Банан мен картоптың құнарлы құрамы асқазанның қышқыл сітілік деңгейін қалыпқа келтіреді және асқазандағы қыжылды басады. Төртінші, бұл сұлы тұнбасы. Асқазан ішек жолдарының ауруларына 1 стакан сұлыны 5-7 рет таза сумен жуып, 500 грамм суға салып, жарты қалғанша ақырын қайнатады, әбден пісіреді. Осы кезде 2 ас қасық бал қосып, тағы 3 минут қайнатып, жылыдай ас алдында осыны 3-ке бөліп ішеді. Бесінші, ақбас орам жапырақтың сусыны. Бізге қажеті 250-300 грамм орам жапырақ және де 1,5 стакан су. Орам жапырақты жақсылап жуып алған соң, майда бөліктерге бөліп, 1,5 стакан суда 5 минут қайнатып аламыз. Дайын болған соң орам жапырақтарды сүзіп алып, суын күніне 5-6 рет ішеміз. Емді 1 ай бойы жалғастыру қажет және де сол орам жапырақтарды жегеннің өзі де пайдалы. Алтыншы, бұл сәбіз шырыны. Сәбіздің құрамы антиоксиданттарға бай болуына байланысты асқазанның қабыну процесін азайтады. Әсіресе гастрит, асқазан жарасы кезінде жаңа сығылған шырынды қолдануға болады. Сондай-ақ оған йогурт сияқты сүт өнімдерін қосуға да болады. Бұл шырынды күніне 3 реттен 200 мг-нан тамаққа дейін ішу керек. Бүгінгі ақпаратым пайдалы болды деген ойдамын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көптен көп рахмет. Ал келесі видеоның қандай тақырыпта болғанын қалайсыздар, комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін маңызды.